Шымкент жылдан жылға жаңарып, жүйелі жоспарлармен қуантуда. Шаһарды дамыту мақсатында атқарылған бастамалар жоғары бағасына әбден лайық. Бұрын соңды болмаған құрылыс жұмыстарын қалай айтсақ та жарасады. Жаңаланып, жарық шамдар орнатылып, аяқ жолдар төселіп, кеңейе түскен көшелер бәрі халық игілігі үшін. Жібек жолы тәулігіне мыңдаған көліктің тынымсыз қатынайтын дәлізіне айналған. Талай елді мекенді қиып өтіп, облыстарды жалғап жатқан даңғыл жолдың белгілі бөлігі 100%-ға жаңарған. Көлікті тақымдаған жүргізушінің алаңдауы да азайған. Сапалы төселген асфальт тақтайдай тегіс. Часто езжу по этой дороге. Өзім осы көшемен күнде жүремін, жұмысым жол үстінде өтеді десем де болады. Әрине бұрынғы кезбен салыстыруға мүлдем келмейді. Жалпы кімге де болсын өте ыңғайлы. Осындай жұмысты қолға алған басшыларға рахмет айтамыз. Жалпы бастапқыда жолдың жүріс бөлігі 8-9 метрді құраған болатын, ал бүгінгі таңда жол екі жақтамадан жолдың жүріс бөліктері салынды, және де осы жолдың екі бетінен жаяу жүргіншілер жолы, және де ирригациялық лотоктар, және жолдың ортасына белдеу, разделительный полоса дейміз, сол жұмыстардың барлығы атқарылуда. Қайта құру жұмыстары аясында бұл даңғылдың 7-8 шақырымы өзгертілді. 2015 жыл басталған құрылыстың қарқыны бүгінде бәсеңдеген, себебі негізгі тірлік аяқталып қалған. Бірақ әлі тағы да үстіңгі қабатқа асфальт төселетін болады. Ал оның барлығы 2017 жылдың тамызында толық тапсырылады. Жалпы бұрындары Шымкенттен Ақсукент және Сайрам бағыттарына қарай шығуда өзіндік қиындық туындайтын. Көлік кептелісінен бөлек жаяу жүргіншілердің қатысуымен келеңсіз жағдайларда көрініс табатын еді. Бүгін таңда осы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы Шымкент қаласының көлік жүргізушілері мен қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау мақсатында атқарылып жатыр. Осындай ауқымды жобаға бөлінген қаржы 2 миллиард теңгеге жуықтайды. Жұмысқа жауапты мекеме корпорация Береке А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Арғы тұсы қалалық қоқыс орнынан бастап, Жібек жол даңғылына дейін түйісетін бұл Төлеметов көшесі бүгінде адам танымастай өзгерген. Жолдың екі бетіне де арнайы аяқ жолдар төселген. Ал қуат үнемдегіш бағаналар қараңғыда халықтың жүріп тұруына оң ықпалын тигізері сөзсіз. Кіші айналма жол деп аталатын Қуанышбек Төлеметов атындағы көшені қайта құру жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Жолдың жалпы ұзындығы 15-2 шақырым. Жалпы осының барлығына жергілікті қазынадан аударылған қаржы 3,5 миллиард теңгеден асып жығылады. Жауапты істі Түркістан жол сервис пен отаустрой серіктестіктері бөліп алған. Бүгінгі таңда бұл көшенің жалпы бастапқы жағдайында 8-9 метрді құраған жолдың ені. Бүгін таңда енді осы қайта құру жұмыстарының өткеннен кейінгі болатын жағдай, ол 24 метрге дейінгі аралықты кеңейіп отыр. Жалпы құрылыс жұмыстары 2015 жыл бастау алып, осы 2017 жылғы өтпелі болып белгіленген. Бүгін таңда атқарылған жұмыстардың барлығы құрылыс нормалары және талаптарына сәйкес атқарылуда. Міне осылайша Шымкент қаласының көлік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы аясында бірнеше көшелерге қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Бекітілген кестеге сай шаһар ішіндегі 97 көшенің орташа жөндеуі 2 миллиард теңгемен бітіп жатыр. Одан бөлек 41 көшедегі аяқ жолдар үшін 530 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар 14 шағын ауданда биыл күрделі жұмыстар басталып кеткен. Басым бөлігі 2017 жылы қорытындыланады. Бүгін таңда біздің бөлім тарапынан қалаға 3-4-5 жерге жол айрықтарын, жол өткелдерін салу жоспарлануда. Соның бірегейі үлкен жоба есептелінетіні Қонаев көшесінің жалғасын салу, және де Абай көшесінің арғы республикалық маңызы бар А2 автомобиль жолына дейінгі аралыққа жол салу. Бадам өзен арқылы өткел арқылы ары қарай жалғасын А2 автомобиль жолына шығару жұмыстарына да бүгін таңда жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, жобалық сметалық құжаттамалары атқарылуда. Мәселен, өткен жылы Шымшаһардағы 70 көше орташа жөндеуден өтіп, ел игілігіне берілді. Ал биыл оның саны
27 көшеге бір ағартты. Бұрын ямалар көп болатын еді, ана колодецтер жаппайтын еді. Қазір көп жерде уже жабылып қалды ғой, дұрысталдық негізі. Соның негізі сапасын сөйтіп көтеріп тұрса, біз машиналарға өте қиыншылық болып жатыр да, ана ямалар пробка создавать етеді. А қазір сәл де болса азайды ғой, Құдайға шүкір. Көп жерде жасалып жатыр жұмыстар, енді көріп жатырмыз. Даже мына үлкен жолдарды есептемегенде, мына үйдің үштің арасын балалар жүретін жолдары бәрі дұрыс жобаға келіп жатыр. Шымкент қаласындағы көшелердің жалпы ұзындығы 2810 шақырымды құрайды. Оның ішінде 1382 шақырымы түгел асфальтталған. Топырақ жолдарда тұрғындар үшін тегістелуде, ал шағал төс төселгені әзірге 1041 шақырым шамасында. Қорыта айтқанда, Шымкентке жаңадан кірген аудандар қала басшылығының үнемі бақылауында. Мәселен, Сайрам ауданынан қосылған елді мекендер жаңаланған көшелердің қатарын толықтыруда.